Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айжан. Бүгін сіздермен таңғы асқа арналған жапонша омурайсу омлетін әзірлейтін боламыз. Ал енді бастаймыз. Табаға өсімдік майын құйып, таба қызған кезде ұсақ туралған пиязды қуырамыз. Кішкене қуырып алғаннан кейін томат паста 1 шай қасық қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте үккіштен өткізген сәбізді қосамыз. Қуырып аламыз. Енді алдын ала пісіріп алған тауық етін қосамыз. Араластырып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Алдын ала бұқтырып алған күрішті қосамыз. Күріш қызарғанша жақсылап араластырамыз. Енді үстінен жасыл пиязды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Келесі кезекте таза табаға өсімдік майын құйып, 2 жұмыртқаны тұз қосып жақсылап араластырып аламыз. Табаға құйып, баяу отта пісіріп аламыз. Бізде омлет дайын болды. Енді үстінен күріш қосылған салманы саламыз. Салманы ортасына қарай ұзынша қылдырып жинаймыз. Енді салманы осы омлеттің шеттерінен жабамыз. Әдемілеп ыдысымызға орналастырамыз. Міндетті түрде үстінен кетчуп қосамыз. Кетчуп қосқан кезде дәмі ерекше дәмді болады. Осымен жапонша омурайсу омлеті дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Көп уақыттарыңыз кетпейді. Дәмі ерекше болып шығады. Рецепт ұнаса, подписаться, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.